Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен пельмен жасаудың жолын рецептісін көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бір жұмыртқамызға бір шай қасық тұз салып, кішкене ғана су құйып, қамыр илейміз. Мен қолдың көмегімен илесеңіздер де болады. Мен осындай комбайнмен иледім. Жақсылап қамырымызды илеп аламыз. Қамыр илеп алғаннан соң пакетке салып тұндырып қоямыз. Осы ортада етіміз бен пиязымызды ет тартқыштан өтіп, тұз, бұрыш, керегенше дәмдеуіштерді сеуіп, жақсылап араластырып аламыз. Енді кезекте қамырымызды кішкене осылай қолдың көмегімен жайып, ары қарай оқтаудың көмегімен қамырымызды дөңгелек етіп жайып аламыз. Қатты жұқа, қатты қалың болып кетпеу қажет. Осылай қамырымызды жайып алғаннан соң, көріп тұрғандарыңыздай бір-бірінің үстіне гармошка етіп қамырымызды жинаймыз. Жиналған қамырымызды 5-6 сантиметрдей етіп, осылай көзінің мөлшерімен кесіп шықтым, және бір-бірінің үстіне қайтадан салып, тағы да көбік етіп кесіп шығамыз. Енді қамырымыз дайын болғаннан соң етіміз бен қамырымызды арасына салып, пельмен түйіп шығамыз. Өздеріңіз қалауынша бір құлақты, екі құлақты етіп түйсеңіздер болады. Мен екі құлақты етіп түйіп шықтым. Барлығын осылай шықты. Сіздерде қалаларыңша дайын немесе қамырларыңыз дөңгелек етіп кессеңіздер болады. Мен осылай 4 бұрышты етіп кесіп, осылай екі құлақты пельмен еттім. Тұшпара яғни. Осы тұшпарамызды осы арада суды қайнатып қоямыз. Қайнап тұрған суымызға осы тұшпарамызды салып, кішкене ғана тұз салып, керегенше приправа, яғни мен Магидің приправасын қолданамын, универсальный деген. Сіздер роллтың қолдансаңыздар да болады. Кішкене ғана бір шай қасық қана қосып, қайнап тұрған пельменімізге саламыз. Қатты отта осылай пісіріп алып, керегенше жаңағы зелень қосып, немесе айран қосып, өздеріңіз қалауынша қосып жесеңіздер болады. 10 минут арасында қайнап пісіп шықты. Міне біздің пельменіміз дайын, езілмей, әп-әдемі болып шықты. Сіздермен болған мен Жанар, рас болсын.